Аллаға, Расулулла саллаллаху алейхи вассаламға махаббат болады. Одан кейін кімге болады? Ата-анаға болады. 30 жыл болды анамнан айырылып қалған. Жаным балам деп ойлап отырады дейді. Ақша таппасаң сен қатыныңа керек емессің. Әкенің жақындығы жездеде ақ дейді. Баламе тұрсайшы енді, ер жеттің ғой, ақша тап дейді. Бірақ ақшасыз кімге керексің сен? Анаңа керексің. Ақшасыз сен анаңа керексің. Сондықтан Алла тағала бізге Құранда үйретіп қойды. Раббана ғфирли вали валидайя. Алла менің күнәмді кешір, және ата-анамның күнәсін кешір деп Алла Құранда үйретіп қойды бізді. Міне, бауырлар, солардың берген тәрбиесі бізге. Аспанға қарап қол созсаң, не қыл дейді? Жаман болады дейді. Бізді үш-ақ сөзбен тәрбиелеген біздің аталарымыз. Жаман болады, ұят болады, обал болады. Болды. Осы үш сөзге тоқтаған едік біз. Соны маған берген әкем, соны маған тәрбиені берген анам. Олар үшін мен дұға қылмасам, тыфай күйіп кетсін мен деп перзентке. Садақа, мен оларға дұға қыла алмасам, не үшін мен талтаңдап жүрмін намаз оқып? 5 мезгіл намазым, дұғадамын, 5 мезгіл. Еліме барам, әкем басына барып келейін, анам басына барып келейін. Шынайы махаббатпен Аллаға бұрылды. Я Рабби, менің ата-анам ғой бұл, ақсып берді ғой маған. Түн ұйқымды 4 бөлді ғой менің. Мені бақты қақты ғой деді. Бауырлар, сол үшін мынадағы тұрған ата-анасы бар бауырлар, звондап тұрыңдар, звондап. Хабар алып тұр, қатыныңа жарты сағат сайын звондайсың ғой. Өтірік емес қой, не ағыватсың, не әкелейін пәлентіге. Анаңа солай звонда, әкеңе солай звонда. Ұялма ол үшін. Ол сенің ақсып берген анаң, ыстық суыққа төзіп, балам ешкімнен кем болмасын деген әкең сенің. Оларды жоққа шығаратын сен кімсің? Сендей перзенттен садақа болып кетсін онда.